Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Сарыағаштағы 5 жасар қыздың өлімі. Тоқаев істі мұқият тергеуді тапсырды. Ақорда мемлекет басшысы Түркістан облысының Сарыағаш ауданында 5 жасар қыз баланы өлтіргені жөніндегі қайғылы уақиға туралы хабардар екенін мәлімдеді. Құқық қорғау органдары істі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Күдікті анықталды. Қолда бар ақпарат бойынша күдікті бұған дейін кісі өлтіргені үшін сотталып, 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Биыл оған адам денсаулығына қасақана ауыр зиян келтірген үшін 3 жылға бас бостандығын шектеу жөнінде үкім шығарылған. Президент бас прокуратура мен ішкі істер министрлігіне болған қайғылы уақиғаның мән-жайын мұқият тексеруді тапсырды. Мемлекет басшысы биыл шығарылған сот үкімінің заңдылығын қарастыру және де адамға қатысты аса қауіпті қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту маңызды деп санайды делінген хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.